Баршаңызға сәлем достар. Бүгін асқабақтан дәмді турецкий десерт дайындайтын боламыз. Ең алдымен асқабақты жуып, тазалап, сыртын ашып аласыздар. Каналды қолдау мақсатында тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Асқабақты орташа формада турап аламыз. Туралған асқабақтарды табаққа салып, қантты қосасыздар. Енді барлығын жақсылап араластырып, 15 минутқа бетін жауып қоясыздар. 15 минуттан кейін табаға пергамент қағазы төсеп, асқабақтарымызды жайғастырып шығамыз. 180 градуста жарты сағатта дайын болады. Асқабақтан тез дайын болатын десерт дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.